Әлем нарығында сенімділікке ие, сапасы жоғары күнбағыс майы Шығыс Қазақстанның мақтанышы. Табиғаты шырайлы, еңбекқор халықтың берекесі дарыған бұл өлкеде күнбағыс майын өндіру саласы жай ғана кәсіп емес, өңірдің экономикалық тірегі мыңдаған адамға нәсіп болып отырған өмір салты. Осыған орай жұмысшы мамандықтары жыл аясында әрбір еңбек адамының маңдай тері ескеріліп, лайықты бағасын табуда. Менің жұмысындағы ең маған ұнайтыны негізі менің мамандығым бұл осында өнделіп жатқан өнімнің сапасына тікелей байланысты, және бұл өте үлкен жауапкершілік. Бұл халықтың тұтынатын өнімі болғандықтан әрбір осында істеп жүрген адамдардың үлкен жауапкершілігі. Өскемен агропродукт зауытының зертханасында қызмет ететін жас маман күн сайын өнімнің сапасын мұқият тексеріп, барлық талапқа сәйкестігін қадағалайды. Ол өндірістің әр кезеңін бақылауда ұстап, тұтынушыға жоғары сапалы май жетуіне үлес қосып жүр. Менің ғылымға деген қызығушылығым кішкентай кезімнен өте жоғары. Мен кішкентай кезімде апайыммен бірге жұмысына барған болатынмын. Ол осындай май өндіру зауытында лабораторияда жұмыс істеген. Қызығушылығым өте қатты оянды, және бұл менің осы мамандықты таңдауға өте қатты итермеледі. 2019 жылы құрылған Өскемен агропродукт жауапкершілігі шектеулі серіктестігі майлы дақылдарды өндіретін заманауи кәсіпорын. Зауытта тазартылмаған күнбағыс майы мен ақуыз мөлшері 38%-ке дейін жететін күнжара өндіріледі. Жалпы айтқанда зауыт тәулігіне 150-160 тонна шикізатты өңдеп, 60-70 тоннаға дейін күнбағыс майын шығарады. Кәсіпорын шикізаттың 40%-ын өзінің егіс алқаптарында өсіреді. Қалған бөлігін өңір шаруаларынан сатып алады. Осылайша жергілікті нарықпен тығыз байланыс орнатқан. Бұл өндірістің тұрақтылығын нығайтып, сапаны бақылауда ұстауға мүмкіндік береді. Масложировая отрасль, я считаю, да, в Казахстане это на сегодняшний день одна из перспективных областей. Май өнеркәсібі Қазақстандағы болашағы бар салалардың бірі. Күнбағыс өндірісінің ең жоғары көлемі біздің өңірде шоғырланған. Өз егіс алқаптарымыз болғандықтан май өндірісін бастауды жөн көрдік. Алдағы уақытта біз рафинаттау, дезодорация және бөтелкеге құю желілерін іске қосуды жоспарлап отырмыз. Мұнымен қоса брендімізді нарыққа шығарып, болашақта оның танымал әрі сұранысқа ие болуы алға қойған мақсатымыз. Бүгінде компания өнімін Қытай, Өзбекстан, Тәжікстан сияқты елдерге тұрақты түрде экспортқа шығаруда. Кәсіпорын болашаққа ауқымды стратегиялық мақсаттар қойған. Бұл тұрғыда зауыттың ілгерілеуіне аграрлық несие корпорациясы қолдау көрсетуде. Өскемен агропродукт компаниясымен біз бұрыннан жұмыс жасап келе жатырмыз. Бұл компанияға көптеген қолдау көрсетілген болатын. Ең бастысы ол зауыт салуға, құрылыс жұмыстарына несие берілген. Әр жыл сайын бізде айналым қаржатын толтыруға несие беріледі, жеңілдетілген. Несие алу арқылы олар өздерінің өндірістік қуатын көбейтті, ұлғайтты. Өйткені айналым қаржатын толтыруға алған несиенің арқасында шикізат көбірек алынады, және де шығарылатын өнімі де көп болады. Бүгінгі күнге бұл компания экспортқа шығарып отыр өз өнімін 3 елге. Күнбағыс майының сапасы өндірістің жүрегі атанып кеткен экстракция цехындағы жұмысқа байланысты. Ал сол сапаның сенімді сақшысы цех операторы. Ол әр тамшы майдың температурасы мен қысымын мұқият бақылап, үздіксіз процесті қадағалап отырады. Цехтың жұмысы заманауи автоматтандырылған РВО деген цех. Ол цехта шикізатты тазарту, алдын ала өңдеу процесінен өтеді. Одан кейін жаңа сығу цехы. Одан май ажыратылады. Бірақ шемішкені қандай жаңа заманауи цех болса да толықтай қыса алмайды ондағы майды. Сол үшін ол жымық, қалған жымық бізге келеді осы цехқа экстракцияға. Экстракция цехында жаңа айтып өткендей екінші реттік өңдеуден өтеді жымық. Ол ең соңғы өнім бізде шұрот деп аталынады. Шұроттың құрамында май жоқ деп айтса да болады. 1%, 1,5% көлемінде ғана май қалады. Май және шұрот зертхананың жіті қадағалауында, бақылауында болады. Үнемі әр 2 сағат сайын шұроттың
жаңа нормалық талаптары, майдың нормалық талаптары қатаң зертханалық тексеруден өтіп отырады. Сол себепті өнімнің сапасына күмән келтірмесе де болады. Кәсіпорын өндірісте заманауи технологияларға баса мән береді. Бұл жаңашылдық жұмысшыларға қолайлы жағдай жасап қана қоймай, өнім сапасына тікелей әсер етуде. Аграрно-кредитная корпорация оказала неоценимый урон. Аграрлық несие корпорациясы зауыттың қалыптасуында ерекше рөл атқарды. Зауыттың құрылысын толықтай қаржыландырып, жабдықтар, техника мен автокөлік сатып алдық. Бұл логистика мәселесін шешуге мүмкіндік берді. Зауытымыз өте ықшамды, әрі өндірісіміз қалдықсыз. Күнбағыс қалдықтарын зауытта бу шығару үшін жағамыз. Мал мен құс шаруашылығында күнжара өнімінің де сұранысы жоғары. Зауыттың алғашқы кезеңінде көрсеткен жетістіктері жобаның әлеуетін толықтай дәлелдеді. Қазіргі өндірістік қуат пен нарықтағы сұраныс зауытқа үлкен мүмкіндіктер ашып отыр. Бұл проект негізі потенциалы жоғары, келешекте ары қарай өсетін проекттердің бірі деп есептейміз. Осы келешекте рафинация цехын салғалы жатыр. Сол арқылы сапасы жоғары өнім халыққа ұсынылғалы жатыр. Және де осы біздің нарыққа жаңа өніммен кіріп, жаңа сапасы жоғары өнімді ұсынады. Зауыттағы әр іс аса тиянақтылықпен атқарылатын маңызды еңбек. Бірі басқарса, бірі өндіреді, енді бірі тексереді. Дегенмен барлығының мақсаты бір, елді сапалы өніммен қамтамасыз ету. Бұл тек жұмыс емес, бұл тұтынушы алдындағы жауапкершілік.